Жашым 41-ге келді. Неге қыздар машина квартираң бар ма деп сұрашады. Қыздарға ақша керек па? Ақша бәріне керек. Жалғыз қызға емес, студентке де керек. 5 жасар балаға да керек. Әке шешеге де керек. Қыз бен жігітке де керек. Кемпір мен шалға да керек, былай айтқанда ақша. Сол үшін ақша керек па? Неге ақша қарайды деп өйтіп айтудың қажеті жоқ. Тем более 41-ге келсе, 41-ге келіп үйленейін деп жатқан болсаң, жоқ дегенде үйің болу керек. Жарайды, енді машина демей-ақ қояйық, үйің менен жұмысың болу керек. Ал ол болмаса, онда әрине ол қалай шығады? Қалай өз-өзін саған тапсырады ол, айтшы. 41-ге дейін осындай жетістікке жетпесең, ештеңкең болмаса, көзін жұмып, сонда ойбай 41-дегі еркек кеп тұр екен деп шығып кете салу керек па? Олай болмайды. Ертең шығып алып ажырасқаннан гөрі лучше сразу жоқ деу керек қой. Немесе сразу сұрай салу керек. Кредитің бар ма? Машинаң бар ма? Жұмысың бар ма? Үйің бар ма деп сразу сұрап, жоқ болса пошел вон деу керек.